Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздерге панкейкенің ең қарапайым рецептін ұсынатын боламын. Ендеше кеттік. Менің каналымға лайк басып комментарий жаза кетіңіздер, достар. Сіздерден активіңізді күтемін. Ендеше біз панкейк дайындаймыз. Осылай айранымызға жарты чайная ложка содамызды салып, осылай араластырамыз. Осындай процесс жүру қажет, яғни көбіктелу керек. Және де екінші ыдысымызға бір тұқымымызбен 2 столовая ложка қантымызды салып, әбден венчиктің көмегімен араластырамыз, яғни аппақ болып түсі көпіргенше солай араластырамыз. Мінекей осындай аппақ болып көпірді. Үстіне жаңағы айранымызды құйдық. Құйып, жайлап, солай осылай жайлап араластыратын боламыз. Мінекей араластырып алдық. Енді ұнымызды күштен өткізіп, осылай тоже жақсылап араластырып аламыз. Мінекей араластырып алдық венчиктің көмегімен. Және де ең соңында сұйық майымызды құйып, жақсылап тағы да араластырып аламыз. Мінекей уже біздің панкейкіміздің несі дайын, тестісі осындай сұйық болып шығады. Және де табамызға қызып тұрған сковородкеге осылай құйып алдық. Сковородка құрғақ болу қажет, ешқандай да жабыспайды, оңай алынады. Мінекей аударғанда да осылай оңай аударылады, пышный болып, әдемі болып піседі. Мінекей мен панкейктерімді осылай бөліктерге бөліп, осылай пісіріп алып жатырмын. Шағын қылып әдемі болып шығып жатыр. Мінекей достар, осындай менде панкейктер шықты. Өте дәмді болып шықты. Осындай креммен, шоколадный креммен ұсындым. Сіздер әртүрлі нелер қолдансаңыздар болады. Сгущенка әртүрлі өзіңіздің вкусыңызға қарай. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Таңғы асқа, шайға, отырысқа дайындасаңыздар болады. Өте керемет рецепт. Ас болсын баршаңызға.